Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын ыстық нанның лепешканың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге міндетті түрде ашыған айран керек, бөлме температурасында болуы керек. Содамызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Және де қажет заттар ол бізде май, жұмыртқа, тұз, қант, ұн. Барлығын описанияға жазып қоямын, қаншадан керек екенін. Ұнымызды електен өткіземіз. 2-3 бөліктен салып араластырып аламыз. Венчикпен, содан кейін қолмен илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырымыз демалу керек. Ұнымызды сеуіп, енді жаңағы қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді ұн сеуіп отырып осылай дөңгелек формада оқтаулаймыз. Осы кезде майымызды ысыта берсеңіздер болады. Неке ыстық майға екі жағынан қуырып аламыз. Бұл қамырдан жасалғаннан тез көтеріледі, бетінде осындай шариктер шығады, өте жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 5-тің шайына да жасаңыздар, ауызашарға жасауға болады. Егер видеомды соңына дейін көрсеңіз, парақшама жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Мен қуанып қаламын, ал сіздерге ас болсын.